21 ғасыр технологиялардың дамыған заманы. Қазірде адамның орнына жұмыс жасайтын неше түрлі роботтар шығып жатыр. Сәлем достар, ендеше бүгін мен сіздерге жақын болашақтың 10 технологиясын айтамын. Ғарышкер Робановд. Линдон Джонсонның роботтар жасап шығаруға ақылы жетерлік. Солардың ішінде танымал роботы ғарышкер Робановд. Бұл робот ғарышта жұмыс жасау үшін жасалған. Ол Валькирияның көмекшісі болып жүреді. Валькирияның электр қуаты таусылған кезде аккумуляторын ауыстырады немесе қуаттандырады. Валькирия Робановдтан бірінші жасалған. NASA жасап шығарған ақылды роботтардың бірі. Валькирияның жұмысы ғарыш кемесінің қауіпсіздігін тексеру. Ол адамдардан бірінші ғарышқа барады. Ол жақта болашақ ғарышкерлерге тұрақ дайындап ішін реттестіреді. Бакстер көп жұмысты атқара алатын робот. Ол мықты бармен, киімдерді түзу реттейді, қорапты аша алады және қаптай алады. Заттарды орнымен де қоя алады. Ол бұның бәрін адамдардың іс-қимылына қарап жаттап алады. Оны кез келген нәрсеге үйретуге болады. Басында жай қимылдайды, кейін үйренген соң өзінің дәрежесін көрсетеді. Айкап бала робот. Бұл робот көптеген тілдерді біледі. Ол да Бакстер сияқты адамдарға қарап, олардың сөздерін, тілдерін жаттап, мәнерлеп сөйлей алады. Айкапты жасап шығарған себебі адам секілді мәнерлеп сөйлегенді білетін робот болса екен деген. Emotive Epoch. Бұл құрылғыны компьютерді мидың күшімен басқаруға болады. Құрылғы арқылы сіздің миыңыздан компьютерге Bluetooth арқылы барады. 12 сағаттық жұмысқа жететін аккумулятор арқылы жұмыс істейді. Қазір бұл құрылғылар аз ғана бағдарламамен жұмыс істейді. Бірақ болашақта мүмкіндігі шектеулі жандар үшін өте керек құрылғы болып табылады. Себебі Emotive Epoch'тың көмегімен кез келген команданы орындауға болады. Тіпті тышқан мен пернетақтаны көбейгенсіз. Touchgear'ді сингапурлық студенттер ойлап тапқан. Ол екі жабдықтан тұрады. Бірі саусаққа қондырылатын сканер, екіншісі құлаққа тағылатын кішкентай құлаққап, яғни наушник. Оны қолдану үшін сканері бар саусағыңызды кітаптағы сөзге қойсаңыз болды. Сол сөздің шығу тарихына дейін айтып береді. Құлаққап айналадағы адамдарға кедергі келтірмейді, тек өзіңізге естіледі. Touchgear'ді аудармашы ретінде де қолдануға болады. Brikko, кофе қайнатқыш. Әлемде көп тұтынатын сусын кофе. Кофені даму жайлап ойлайтындар аз емес. Солардың ішінде ең жақсы құрылғы Brikko. Оны телефон арқылы Brikko программасымен үйден шығарда тапсырыс бересіз. Ол әр клиенттің тапсырысын есте сақтайды және дәл уақытында дайындайды. Сіз оны үйден шыққанда алып кете аласыз. Asimo Honda компаниясы шығарған бүгінгі күнде нағыз дамыған Android. Honda компаниясы оларды сатуды шешпеген, оны тек бір айға $14,000 жалға алуға болады. Ол робот адамдармен амандасуды біледі, үй шаруасын жасай алады, баспалдақтан көтеріліп түсе алады. Asimo бір нәрселерді жасаудан басқа кез келген дыбысты қабылдай алады. Біреу оның атын атап шақырса, сол адамға бұрылып қарай алады. Тіпті шулы музыка ойнап тұрған жерде де. Сондай-ақ ол өзгеше дыбыстарға назар аударады. Мысалы, бір нәрсе құлағанда. Asimo допты да жақсы тебеді, даяшылық қызметі де жақсы атқарады алады. Таныс адамдар мен таныс емес адамдардың түрлерін ажырата алады. Және бұдан да басқа технологиялар қазіргі таңда дамып жатыр. Мәселен, 3D принтер, жүк тасушы роботтар, голограммалар, емші роботтар. Заман барған сайын технологияларға толып жатыр. Біраз адамдардың жұмысын роботтар атқарады. Кейін адамдар немен айналысатынын кім білсін. Осымен мен аяқтаймын. Сіздермен бірге болған мен FTFury. ClickQuest каналынан видеоны лайк басыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар, комментарияға қандай видео күтетініңізді қалдырыңыздар. Аман, сау болыңыздар.